қараңыздар, иә? Қолында мысығы бар. Қазір мен сізге бұның историясын айтамын. Бүрленді қараңыздар, шана өзіне емес, мынадай 42 градустықта емес, ана мысығына жаны ашып жатыр ғой. Мысығын жаңағы мынандай мына азаматтардың арқасында, машинасының кондиционерінің арқасында мысығына жан кіріп, есіміңіз? Дүйсен. Дүйсен ағамыздың кабинасында мына жан кіріп, мысығы тіріліп жатыр, жаңа өлең деп қойып қараңыздаршы. Міне өйстіп Бүрлен мынандай ыстықта өзін ғана емес, жануарды да сақтап жүр ғой. Қараңыздаршы. Міне жаңа келе жатып, бәріміз жолда тоқтап, Бүрлен велосипедпен келе жатыр екен. Мен өзім көлігімен жатқам. Мына кісілер міне үлкен грузовой машинамен келе жатып, фурамен Бүрленге тоқтап. Осындай міне жап-жас қыз, 22 жастағы қыз екен. Ұзақ жолды Ақтаудан бастап 3800 км осы жерге жүріп келген екен. Неше күнде? 44. Сәуірдің неше шықтыңыз дедіңіз? Сәуір, 20 сәуірде. 20 сәуірде шығып, 44 күнде бүгін Жетісу өлкесінде Қызылағаш ауылының маңында тұрмыз қазір. Өйстіп танысып, ағаларымызда тоқтап. Көмектесіп жатыр. Сонда, жаңа тоқтаған кезде мен ойладым, мынандай ұзақ жолға велосипедпен жүрген шетел азамат шығар деп. Енді қыз бала болған соң өзім таң қалып, бұл қай қыз екен, қай ұлттың қыз екен деп тоқтап. Бірінші кеп салмас па десем, сәлеметсіз бе дейді. Таң қалдым да риза болдым. Қазақтың қызы екен ғой деп. Сөйтіп міне сөйлесіп жатсақ, ол қыз мен оған өзім жаным ашып тұрсам, осындай 40 градустықта өзің қалай келе жатса, бұл ана мысығына су беріп жатыр ғой. Сөйтсе мынандай велосипедінде мынандай ғана не бар екен, мысық салатын корзинасы бар. Осының ішінде мысығын салып қойып, анау Орал қаласына бері алып келе жатсыз, е? Сонда мақсатыңыз не? Өзіңіз әренгге шыққанда мысықты қалай алып жүрсіз оны? Мысық серігім ғой, мысықты жақсы көрем. Жақсы көресіз, е? Досық, подружкасы. Қазақстанда аралаудағы мақсатым мен негізі шетелде туып өстім. Қай жақта? Ар жақ бетіне. Сол жерде мен Қазақстанға көшіп келгеніне 1 жыл ғана болды. Сондықтан өстіп барлық жерді аралаған себебім өзіміздің осы қазақтың тарихын тереңнен түсінейін деп. Қытайдан көшпедің? Қандай? 1 жыл болды келгенде. Сондықтан өстіп әр өңірді табан тіреп басып келем. Найманмын. Найман екен. Қарындас. Міне Найманның қызы өстіп елімізді шарлап, аралап, Қазақстанымызды, өлкемізді тану үшін. Найманның қыздары батыр болады. Найманның қыздары мықты екен, е? Мықты екен. О, керемет. Тамаша. Енді сіздің мақсатыңыз қай қалаға жету? Астана күнінде Астанаға жетем. Ой, иншалла жолыңыз болсын, амайсын жетіңіз. Қашанда жүрсеңіздер де, егер көмек қажет болса, хабарласыңыздар. Қолдауға міне қазақтың азаматтар қашанда қолдауға дайын. Тамаша. Міне соның өзінде біз қазір тоқтап, мына ағаларымыз не көмек қажет деп тоқтап жатқаны барлығы. Мүлдем танымаймыз бір-бірімізді. Иә, қазір ғана танысып тұрмыз. Бәріміз бір қазақпыз. Аллаға шүкір. Жолыңыз болсын. Керемет. Әр өңірді басқан кезде өзімнің жақындарымды, туыс-туғандарымды тауып жатырмын. Мен туыс-туғандай болып, жақын болып кетті. Бұйырса енді сапарым аяқталған соң әр өңірге жүгіріп жүретін шығармын қонаққа. Әлі 2000 километр жүресің. Тамаша, тамаша.